армысыздар. Табиғатты айла конкурсына қатысушылар және әділқазылар. Мен Ақылбекова Нұрай, қалалық көпбейінді қазақ мектеп-гимназиясының 9 сынып оқушысымын. Идеядан іске асыруға дейін бағыты бойынша лэпбук дайындап ұсынамын. Конкурс талабы бойынша табиғат және біз, экологиялық соқпақ және қалдықтарды сұрыптау лэпбуктарын дайындау қажет. Қазақ халқының мәдениеті табиғатпен ерекше жақын болды. Ұрпағын ұят болады, обал болады, сауап болады деген тыйым сөзбен ғана тәрбиелеген. Мектебіміздің миссиясы да осыған негізделген. Мектеп миссиясына сәйкес алғашқы табиғат және біз лэпбугімді ұсынамын. Лэпбуктың бірінші бөлімі қазақи экологиялық тыйым сөздерге арналады. Құмырсқаның илеуін бұзба, қарлығаштың ұясын бұзба. Осы бір ауыз тыйым сөзде қаншама мағына жатыр. Аягөз өңірінен шыққан табиғат жанашырлары да аз емес. Республикаға танымал өсімдіктану оқулығының автор Күдерин де біздің мақтан етер жерлесіміз. Қазақ халқы ерекше құстар мен жан-жануарға табиғаты жақын. Осы орайда еліміздегі қорықтар жайлы келесі қалташада көруге болады. Менің мектебім жаз кезінде ауласы ерекше құлпырады. Аулада әдемі гүлдер көркін аша түседі. Мектеп жанында жылыжай және тәжірибелік алаң бар. Мұнда оқушылар мен ұстаздар бау-бақша өсімдіктерінің бірнеше түрлерін өсіреді. Тәжірибе барысында оқушылардың жазған ғылыми жобалары да аз емес. Келесі қалташадан ұжымның қаншалықты экологияға жақын екенін жетістіктер арқылы байқауға болады. Мектепте ерекше әдемі бөлігі табиғат бұрышы. Бұл бұрышта екі тотықұсқа оқушылар арнайы кезекшілік бойынша жем шашып тазалық жасайды. Ал аквариумдағы балықтарға қарап ерекше күйге енуге болады. Оны жасау үшін қолданатын құралдарым ол ыстық клей, фетр, алдын ала жасалған қалташалар, қатты қағаз, фетрдің қалдықтары, екі жақты скотч. Көріп отырғандарыңыздай видеода бұл құрал-жабдықтарды қалай қолданылғанын көрсетіліп тұр. Экологиялық соқпақ тақырыбына арналған лэпбукта мен Аягөз қаласындағы маңызды 3 ірі проблеманы негізге алып дайындадым. Бірінші негізгі проблема Аягөз өзенінің жағасының ластануы. Бұл проблеманы шешу үшін өзен жағасына мектептің ерікті экологиялық ұйымының жетекшісі мен топ мүшелері бірге отырып шарт белгілерді орналастыруды жоспарладамыз. Екінші проблема қалада қазандықтардың қыс мезгілінде ауаны ластауы. Бұл проблеманы шешу жолы ретінде қаладан үлкен жылу энергия станциясын салудың арнайы макетінің үшті схемасын ұсынамын. Үшінші проблема қоқыстар. Қоқыстар әрбір жерде шашылып жату қала көркін бұзады. Сондықтан қоқыстарды жинап өңдейтін қаладан арнайы завод ашу керек. Қалдықсыз қала акцияларын ұйымдастыру қажет. Лэпбуктың 4-ші бөлігіне осы мәселелерін шешу жолдарын нұсқаулықтарын жинақтау қалташасын орналастырдым. Керекті заттар ол папкалар және де үйде жатқан керексіз бейджиктер, фломастердің сырты және де алдын ала жасалған қалташалар, ине жіп, екі жақты скотч және де қайшы. Жиырма бірінші ғасырдың әлем алдында тұрған ең күрделі мәселесі қатты тұрмыстық қалдықтар жайы. Үшінші папка қалдықты сұрыптауға арналады. Мектепте 3 түрлі контейнер орналасқан. Сол контейнерге қоқыс сұрыпталып тасталады. Жинақталған қалдықтан оқушылар ерекше сувенирлер мен бұйымдар жасайды. Осы лэпбуктан сол жұмыс нәтижесін көруге болады. Ақын ағаларымыз табиғатты өлең тақырыптарына көп арнау еткен. Соның біріне тоқталар болсам. Табиғатта сезім де құлақта бар, реністен қайғырып жылап талар. Ай аласын жанына шуақ тамар, қажығанда бойына қуат тамар. Демек мен құрметті замандастарым, табиғатты аялайық. Табиғаттың тылсым күшіне ұшырағанша табиғаттың әсемдігін сіңірейік. Биылғы көктем шырайлы болсын, жаз жаңбырлы болсын, күз егінді болсын, қысымыз қарлы болсын ағайын.